Ұлым кел, мен саған атқа мініп ер тоқыммен таныстырам. Мына ер тоқым дейді мынаны. Ат абзелі ер тоқым. Бұған астында тоқым болады. Асты тоқым. Қазіргі ерлерде бірге келеді, а бұрынғы ерлерде тоқым болады. Бұның жабдықтары мынау жүген. Жүгеннің аузына салады мынау. Мынау ауыздығы болады, мынау тізген болады. Тізген. Тоқтатып, оң солды бұрып жүруге арналған. А мынау тартпамыз. Беліне тартатын аттың беліне тартатын тартпамыз. Бұл бір жерден тартады, екі жерден тартылады. Екі тартпа болады. Айыл дейді, төс тартпа дейді. Мынау үстіне салатын, жаңа өзімізге жұмсақ қылу үшін салатын көрпешеміз. А мынаны үзеңкі дейді. Мына үзеңкі. Үзеңкі. Атты ерттегенде үзеңкі жоғары қою керек, шошып кетпеу керек. Екі үзеңкі аяқ басып отыруға арналған. Ұлым жүр далаға шығып, атты ерттеп, атқа қалай міну керек екенін саған үйретемін. Әкесі мен баласы далаға шықпас бұрын ақтан ауыз тиіңдер. Жүр балам. Жүр. Далаға шықпас бұрын сендерге мен ақ берейін. Шұбаттан ауыз тиіп шығыңдар. Бисмилля. Шұбат неде сатып жатыр? Балам, шұбат деген түйенің сүтінен жасалады. Түйенің сүтін сауып саған шұбат дайындадым. Балам, Қамза, атты қалай ерттеп, қалай міну керек екенін мен саған үйретейін. Кел, бірінші мына ауыздық саламыз. Мына жүген болады мынау. Мынау тізгін болады. Ауыздықты аузына саламыз. Ат қарап тұр. Мен үйретемін қазір саған. Аттың желкесінен Мама, ат боқ. Кел, Қамза, қара. Жүген аузына кигіземіз. Сағалдық тағамыз. Мына сағалдық дейді. Ұстап тағамыз. Қара. Так. Мынау тізгін. Тізгінді көтеріп қоямыз. Так, маған сен бейт міне. Қамшыны ұста. Қамшы? Ұста қамшыны. Так, мынау еріміз. Мына астында тоқым. Әке, это новый ер. Ат үркімесі үшін мына үзеңкісін жоғары қайып қоямыз. Так, бейсін әке. Кел, атқа мініп енді көрсетеміз. Ерттеп болдық. Ер қанаты ат. Бұрын аталарымыз осы аттың күшімен, аттың арқасында елін қорғап, жауға қарсы шапқан. Сондықтан атқа мініп үйрену керек. Қазақ тұлғасын оп деп мінеміз енді атқа. Тізгін болады мынау тізгін. Тізгінді оңға бұрсаң оңға жүреді, солға бұрсаң солға жүреді. Ал өзіңе қарай тартсаң ат тұрады, тоқтайды. Ана ел тізгінін ұстайтын азамат болу керек. Мына қолыңа ұста қамшыңды. Атты қамшылауға керек бар.